Бүгінде кәсіпкер өз құқығын қорғауда жалғыз емес. Прокуратура мен кәсіпкерлер палатасы бизнестің сенімді серіктестері. Кәсіпкерлерге мүдделерін қорғауға, сыбайлас жемқорлықтан, заңсыз тексерулерден және қылмыстық қадағалаудан қорғауға көмектеседі. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен бас прокуратура арасында жол картасына қол қойылған. Облыстың барлық өңірлерінде кәсіпкерлер құқығын қорғау бойынша мобильді топтар жұмыс істейді. Алматы облысында мобильді топқа 127 өтініш келіп түсті. Өткен жылдың 4 қыркүйегінен бастап прокуратура туралы заңына өзгерістер енгізілді, күшіне енді. Ол өзгерістерге сәйкес прокуратураның кәсіпкерлерді қорғау саласындағы функциясы күшейтілді. Енді прокурорлар кәсіпкерлерге мемлекет органдар тарапынан заңсыз араласу фактілерін туралы өтініштерді өздері қарайды. Кәсіпкерлердің есеп шоттарына, мүлкіне және басқа да жұмыстарына тыйым салу және шектеулер қою туралы шараларды дереу бұзуға құқығы пайда болды. Егер бұрын прокурорлардың қадағалау актілері ұсынымдылық сипатқа ие болса, онда өзгерістер бойынша мұндай қадағалау актілерді қарау, сонымен қатар онда көрсетілген заңдылықты бұзушылықтарды жою туралы мәліметтерді жүзеге асыру міндетті болып табылады. Өткен жылы 717 жекеменшік балабақшаның мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша келісім шарт жасау жөнінде өтініштер оң шешім тапты. Кәсіпкерге мемлекеттік органның тұру қызметтері үшін 312 миллион теңге көлемінде қарызы төленді. Бизнестің түйткілді мәселелері барлық мүдделі тараптардың қатысуымен прокуратура және атамекенде қарастырылып шешімін табуда. Облыс прокуратурасы біздің стратегиялық серіктесіміз. Бірлесе аудандарда көшпелі отырыстар өткізудеміз. Осы кездесулердің қорытындысы бойынша 80-нен астам мәселелерін қарап, сұрақтардың 1/3 бөлігі 10 шешім тапты. Биыл әр 90 сайын аудандарда прокуратурамен бірге отырыс өткізу жоспарлап отырмыз. Бизнестің өтініштеріне жедел әрекет ету нәтижесінде тексеру комиссиясының қызметкерлері 90 кәсіпкерден 17 миллион теңге көлемінде пара алу кезінде ұсталды. Жекеменшік білім өкілдері прокуратура органдарына, кәсіпкерлер палатасына, мобильдік топқа мәселелерімізбен, ұсыныстарымызбен бірнеше рет жүгіндік. Осы бірлескен жұмыс нәтижесінде қызметімізге кедергі келтірген сұрақтарды бірден шештік. Бүгін біз кәсіпкерлер ретінде үлкен қолдауды сезініп отырмыз. Сондықтан алғысымыз зор. Құқық бұзу және заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі келтірілген жағдайда Алматы облысының кәсіпкерлерін тәулік бойы жұмыс істейтін сенің телефонына хабарласуын сұраймыз.